YouTube арқылы онлайн трансляция жасау қашықтан оқытудың тағы бір тиімді жолы. Себебі YouTube сізге қатысушылар санынан және трансляция ұзақтығынан шектеулік қоймайды. Және ең бастысы барлығы тегін. Дегенмен оның кемшілік тұстары да бар. YouTube трансляциялары арнайы сабақ өту үшін арналмаған. Яғни сізге басқа қашықтықтан оқыту сервистері секілді оқушыларды басқару ыңғайлы болмауы мүмкін. Сондай-ақ кері байланыс тек қана текст түрінде жүзеге асырылады және белгілі уақыт мөлшерінде үзіліспен келеді. Қысқасы, егер сізге бір жақты байланыс, тегін әрі үлкен аудиторияға вебинар өткізу қажет болса, YouTube-тың осы қызметін тексеріп көрсеңіз болады. Ол үшін негізгі беттегі «Создать» батырмасын басыңыз және «Начать трансляцию» бөліміне кіріңіз. Егер сіздің каналыңыз жаңа болса, онда сіздің робот емес екеніңізді тексеру үшін телефоныңызға SMS жіберіледі. Егер барлығын дұрыс жасасаңыз, 24 сағат ішінде тікелей эфир ұйымдастыруға рұқсат беріледі. Егер белгілі бір уақыттан кейін трансляция жасауға рұқсат берілсе, «Начать трансляцию» батырмасын басып, мына бетті ашу керек. YouTube каналы арқылы трансляция жасаудың екі жолы бар. Біріншісі веб-камера арқылы. Оны жасау үшін веб-камера бөліміне кіріп, трансляция атауын жазасыз. Содан соң кейбір техникалық баптауларды орнатасыз. Яғни микрофон және веб-камераны таңдайсыз. Барлығын жасап болған соң, далее батырмасын басыңыз. Егер трансляцияны бастауға дайын болсаңыз, «Начать эфир» батырмасын басасыз. Трансляцияның бұл түрінде веб-камера арқылы өзіңізді ғана көрсету арқылы сабақ жүргізе аласыз. Яғни экранды бөлісу, презентацияны көрсету, немесе тағы басқа толыққанды вебинар жасау функцияларын қолдана алмайсыз. Ал екінші жолы қосымша бағдарлама арқылы. Трансляцияның бұл түрі қиынырақ, яғни бұл жерде сізге қосымша бағдарлама орнату қажет және бірнеше баптауларды реттеу керек. Есесіне сізде өте көптеген функциялар қолжетімді болады. YouTube-тан трансляция жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалар көп және олар тек қана YouTube-та емес, басқа да желілерде тікелей эфир жасауға мүмкіндік береді. Солардың бірі және танымалы OBS Studio. Бұл бағдарламаны жүктеу сілтемесі және осы секілді басқа да бағдарламалармен жұмыс жасау жайлы ақпарат осы видеоның сипаттамасында көрсетілген. Сонымен оны жасау үшін бағдарламаны ашасыз. Ең алдымен оң жақтағы төменгі жағындағы мәзірден настройки бөліміне кіресіз. Осы терезеден вещание бөліміне кіріп, YouTube сервисін таңдайсыз. Және мұнда ключ потока бөліміне трансляция кодын енгізу шарт. Бұл кодты өзіңіздің YouTube аккаунтыңыздан аласыз. Ол үшін «Получить ключ трансляции» батырмасын қолдансаңыз болады. Енді OBS бағдарламасы мен YouTube арасында байланыс орнатылды. Әрине, бұл бағдарлама функциялары өте көп. Оларды өз бетіңізше үйренсеңіз де болады. Ал трансляция жасау үшін сізге «Запустить трансляцию» батырмасын басу ғана жеткілікті. Сонда сіздің YouTube арнаңыз арқылы тікелей байланыс орнатылады. Бұл эфирге оқушыларды шақыру үшін трансляцияның сілтемесін алып, оқушыларыңызға кез келген әлеуметтік желілер арқылы жіберсеңіз болады.